Сәлеметсіңдер ме 11 сынып оқушылары? Біз бүгін жазатын БЖБ-мызбен танысамыз. Қалай жазамыз, қайда орналасқан, қайда кіреміз. Бірінші, сендер Teams-қа кірген кездерінде мынандай бөлімдері тұрады. Соның ішіне задание бөліміне кіресіңдер. Задание бөлімінде сендерде қазіргі кезде менің аккаунтым тұр, ал сендердің оқушылардың аккаунтымен кірген кезде мында 11 сынып БЖБ деп жазылып тұрады. Міне, информатика пәнінен БЖБ тапсырмасы 11 сынып. Осыны шерту арқылы ішіне кіресіңдер. Одан кейін Microsoft Forms бағдарламасында жасалған сендерге тест тапсырмалар шығады. Бұл Microsoft Forms'тағы тапсырмаларды орындау үшін міндетті түрде сендерді Teams-та мұғалімдерін берген, яғни сынып жетекшілерін берген логин парольдермен кіру керексіңдер. Егер де басқа өздерің ашқан логин парольдермен кірсеңдер, задание бөлімінде ол шықпайды. Түсінікті ме? Сол үшін логин парольдерің сынып жетекшілерін берген болуы керек. Міне, бізде информатика пәнінен БЖБ тапсырмасы, ескертуді оқимыз, яғни 9:45-тен кейін мынау тест жабылады. Сол уақытқа дейін мынау соңғы отправить деген кнопканы басып, тесттерді жіберіп үлгеру керексіңдер, жауаптарын белгілеп. Қазір көбінісінде мобильный телефон болғандықтан, осы мобильный телефонда тест қалай көрінеді, соны қарастырайық. Ал ескертуді оқыдық, сұрақты қараймыз. Биологиялық нейрондық желіге тән ерекшеліктерді жоғарғы бөлікке, ал жасанды нейрондық желіге тән ерекшеліктер төменгі бөлікке жинаңыз деген. Мына жерде 6 тұжырым берілген. Сол 6 тұжырымды міне жоғарғы бөлігіне, яғни мынаны былай алып келу арқылы жылжыта аласыңдар. Биологиялық нейрондық желіге тәнін осы жоғарғы бөлікке жинайсыңдар. Оны жинап болғаннан кейін қалған төменгі бөлікте кәдімгі жасанды нейрондық желіге байланысты тұжырымдар қалу керек. Балдары көрсетілген балалар, міне 3 балл, 2 балл, осылай әртүрлі балдар берілген. Келесі, жасанды интеллектке жатқыза аламыз ба? Мынаны оқимыз жақсылап, мына сөйлемді. Жатқыза алсақ, иә, жатқыза алмасақ, жоқ деп белгілейміз. Бір ғана дұрыс жауабы бар. Келесінде міне нейрондық желі жұмысының моделін Excel'де, біз Excel'де есеп шығарып үйрендік. Мынау суретке қараймыз, қайсы яшықтарда тұр, міне яшықтар бойынша белгілейміз. Бірінші, корень B6, S6 қосу B6 көбейту S6 деген, ол қайсысын есептейтін белгілейсіңдер, мысалы мынау болсын. Келесінде мынау формула бойынша Excel'де біз қайсысын есептейміз, белгілейміз. Осылай үшеуінде белгілеп болғаннан кейін келесі сұраққа өтеміз. Келесі, төменде көрсетілген жасанды интеллект түрлерінің қайсысы шағын мәселелерді шешеді? Біз жасанды интеллекттің түрлерін өттік, сол бойынша бір ғана дұрыс жауап бар, мында біреуін ғана белгілейсіңдер. Міне барлығын белгілеп болдық, сосын отправить кнопкасын бассаңдар, мында жауап кетеді, жауап маған келіп түседі. Осылай бөлім бойынша бақылау жұмысын орындаймыз. Барлығыңа сәттілік, уақытынан кешікпей барлығымыз жібереміз.